Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз профитроли жасап үйренетін боламыз. Бізге керегі ең алдымен су, жұмыртқа, ұн және де сары май. Бірінші 200 грамм суды қайнатып, содан соң соған сары майды салып, ерітіп бірге қайнатып аламыз. Жақсылап қайнаған массамызға ұнды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұнды салған кезде тоқтатпай араластырып отырамыз, өйткені астына жабысып қалмау керек. Отты баяу қойып, 5-10 минут қамырды араластырып отырамыз. Қамырымыз арасында әртік болмау үшін осылай лопатканың көмегімен жақсылап тексеріп, содан соң миксерге бір минут шамасында араластырып аламыз қамырдың өзін. Содан соң 4 жұмыртқаны араластырып, екіге бөліп саламыз. Дайын массамызды кондитерлік мешокқа салып, формасын келтіреміз. Әркімге әрқалай. Мен кішкентай форма жасадым. Қамырды қызып тұрған пеште 155-160 градуста 15-20 минут шамасында пісіріп аламыз. Дайын болған қамырға әртүрлі кремдерді қолдануға болады. Мен крем чиз жасадым. Оған қоса жаңағы заварной крем жасасаңыздар болады. Өзіңіздің қалаған кремді, немесе арасына вареный сгущенка салып жасаса да болады. Міне достар, дайын болған профитроли. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай әрі жеңіл рецепт. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.